Атом электр станциясында жұмыс істейтін мамандар болашақ бағдарламасымен шетелде оқуға мүмкіндік алады. Бұл туралы Жамбыл өңірінің педагогтарымен кездескен мәжіліс спикері Ерлан Қошанов айтты. Алдағы 3 жылда әлемнің үздік жоғары оқу орындарына осы салаға қатысты гранттар бөлініп, уран өнеркәсібі мамандар үшін тағылымдама және қайта даярлау бағдарламалары енгізіледі. Сондықтан ұстаздар нақты ғылыммен айналысқысы келеді. Оқушыларға қазірден қолдау көрсету керек деді мәжіліс спикері. Айта кетсек, қазір депутаттар мен қоғам белсенділерінен құралған штаб өкілдері ел өңірлерінде халықпен кездесіп, үгіт-насихатты үдетіп жатыр. Біздің мүмкіндігіміз бар, еліміздің болашақ бағдарламасы болсын, немесе басқа да халықаралық бағдарламалар арқылы өзіміздің студенттерімізді шетелдік дәл осы салада жұмыс жасап жатқан, немесе сол салада жұмыс жасайтын мамандар даярлап жатқан университеттерге мамандарды жіберіп, сол жақтан арнайы білім алып келіп, елде жұмыс жасау мүмкіндігін жасауға қазір толық мүмкіндік бар екенін айтуға болады.